Сәлеметсіздер ме? Біз Бағлан тобымыз. Дұрыс айтасыңдар балалар. Сәлеметсіздер ме? Мен Демеуова Зейнеп Бесупбайқызы. Менің атым Аяна. Менің атым Али. Менің атым Әсемай. Менің атым Айқын. Өте жақсы балалар. Енді біз бүгін қараңдар, не жасайын деп отырмыз? Ерекше тәжірибелік жұмыс жасайын деп отырмыз. Балалар, бұл тәжірибелік жұмыстың тақырыбы түрлі түсті тамшылар құпиясы деп айтылады екен. Қане балалар, бізге не керек екен тәжірибе жасау үшін? Ыдыс керек. Мынау не деп ойлайсыңдар? Сұйық май. Дұрыс айтасыңдар, өсімдік майы. Өсімдік майын біз үйде не жасаймыз? Өсімдік майын тамақ жасайсыңдар. Сосын бауырсақ пісіреміз, иә балалар? Мынау не деп ойлайсыңдар? Сүт. Бұл сүт екен, дұрыс айтасыңдар. Сүтпен не жасаймыз біз? Дұрыс айтасыңдар. Шай ішеміз сүтпен. Тағы да ботқалар жейміз, иә, сүтпен. Әртүрлі тәтті бөлкелер пісіреді екен балалар, ішіне қосып сүтпен. Сүттің пайдасы зор балалар. Енді тағы да не керек екен? Мыналар ыдыстар, иә, кішкентай ыдыстар. Ал мыналар нелер? Түсті бояйтын. Дұрыс айтасыңдар, түрлі түсті бояулар. Енді біз тәжірибемізді бастамас бұрын балалар, мына сұйық майымызды мен ыдысқа құямын, иә балалар? Қараңдар. Барынша біркелкі болып жату үшін осы шыны ыдысқа құйып беремін сендерге. Енді қараңдар. Сүтті де сендерге осы ыдыстарға бірінші құйып берейін. Сендерге ыңғайлы болу үшін. Қазір сендер ана түрлі түсті бояуларды осы сүтке араластырасыңдар, иә балалар? Тамаша. Қанымында қойдайып. Енді сен Раяна мына түсті ал. Мына сүтті ал, сен Айлин, Әсемай. Мына түстерді алып бір-біріне бояйын. Мына таяқшаның көмегімен бояуларды алып сүтке араластырамыз. Барынша көбірек қылып алыңдар. Сүтіміздің түсі қанық болу үшін көбірек қылып ал, Айлин. Мына ішіне көбірек қылып былай ал. Араластыр. Әсемай, сен де көбірек қылып алыңдар. Барынша жақсылап араластырамыз балалар, түсі шығу үшін. Раяна, сен де ала ғой, кішкене тағы ал. Бояудан тағы ал. Жарайсыңдар балалар. Өте жақсы, барынша араластырамыз. Әдемі түс шығып жатыр ма? Иә. Қандай түс болып сенікі, Әсемай? Сары. Айлин, сенікі қандай түс бұл? Қандай түс мынау? Қандай түс балалар? Көк түс екен. Раяна, сенікі қандай түс? Қандай түс сенікі? Қандай түс балалар? Жасыл. Раяна мен бізде Айлин түстерді ажырата алмай қалды ма? Үйреніп алыңдар, иә балалар? Жасыл түс екен, сенікі көк түс екен. Ал Айқын, сенікі қандай түс еді? Қызыл. Дұрыс айтасың, қызыл түс. Араластырып болдық па? Иә. Қане маған таяқшаларын салып алайын. Жарайсың. Енді қызықты тәжірибеміз басталады осы жерден балалар. Сендер осы ыдыстың ішіне мына түрлі түсті сүттен жасалған сұйықтығымызды бір-бірлеп құясыңдар, иә? Бөліп-бөліп тамшы ретінде құямыз. Қане. Айлин, сен бастай ғой, тамшы ретінде қане. Қалай? Көрдің ба, тамшы болып қалды. Сен де, Әсемай. Ой, тамаша, кел. Раяна, жақында. Сүт жоқ, қазір мен саған мына жерде не. Айқын, сен де құя бер. Маған сүт қой. Тағы да құйып шығыңдар балалар. Тамаша. Мына жерге құя қойсың. Раяна, мына жерге алып кел. Айқын, сен ше, құймайсың ба Айқын? Біздің ыдысымыздағы түстер бір-бірімен араласып тұр ма? Жоқ. Әрқайсысы дара-дара бөлек-бөлек араласпай тұр. Біз бір ыдысқа бүкіл түсімізді құйсақ араласып кетуші еді, балалар. Бұл жердің сиқыры неде екен? Қалай ойлайсыңдар? Бұл жерде балалар, қараңдар. Бұл жерде біз майдың үстіне сүтті құйдық, иә? Бізде май балалар жеңіл, тығыздығы аз сұйықтық екен. Сондықтан бізде сүттің құрамында су болғандықтан тығыздығы ауыр, тығыз сұйықтық болып есептеледі. Сондықтан майдың астына қарай шөгіп, май бетінде қалқып араласпай тұр, көрдіңдер ма? Енді қараңдар. Бұл жерде ғылыми түрде сендерге түсіндіретін болсақ, балалар, жаңағы сүттің құрамындағы жасушалар бар ғой, майда жасушалар, олар басқаша орналасқан. Ал майдың құрамындағы жасушалар олар басқаша орналасқан. Екеуі екі түрлі болғандықтан бір-біріне араласпайды екен. Ал егер бір-біріне ұқсаса, олар араласып кетуші еді, иә? Ал сендерге түсінікті тілмен түсіндіру үшін, май суды, сүтті ұнатпайды екен. Сол үшін онымен араласпайды деген сөз. Түсіндіңдер ма? Андаш? Міне, енді қызық болады. Вау. Тастан шыққан. Енді қараңдар. Ал қараймыз. Не шықты? Тас па? Моншақ тәрізді біздің жаңағы бояған сүттеріміз моншақ тәрізді болып тұр. Ол дегеніміз балалар, май мен біздің сүтіміз араласып кеткен жоқ. Ішінде астындағы сүт өзімен араласты, бірақ майдың бетінде не қалды қараңдар балалар? Түрлі түсті моншақтар, иә? Ал біз сіздерге тәжірибе жасаған кезде айттық қой, араланып өзімен өзі осылай қалқып жүреді екен балалар. Майдың құрамы не екен бізде? Жеңіл, иә?
Иә. Жеңіл екен. Ал сүт бізде ауыр болып тұр, сондықтан сүт біздің майымыздың астынан не істеп кетті? Батып кетті, иә? Батып кетті. Осымен балалар, тәжірибе ұнады ма сендерге? Иә. Маған да тәжірибе ұнады, қызықты екен, иә? Иә. Ол кішкене осы жақта жоқ қой. Иә.